Қайырлы күн менің сүйікті оқырмандарым. Алдында түсірілген видео хит болды. Барлық көріп лайк басқан жандарға рахмет. Ал көрмеген болсаңыз, сілтемеден өтіп көруге кеңес беремін. Дәл қазір жаңа форматта түсірілген. Ал ендеше бүгінгі видеомызды бастайық. 30 минутта дайын болатын бисквитті пирог рецептімен бөлісемін. Керек заттар бар болғаны сгущенка, ұн, қопсытқыш және жұмыртқа. Ыдысқа сгущенканы құйып, оның үстінен жұмыртқаны салып, араластырамыз. Одан кейін қопсытқышты ұнды салып, араластырамыз. Міне осындай біркелкі масса шығу керек. Форманы майлап аламыз. Оның үстінен 2 ожау массамызды құямыз. Жүз 180 градуста 3-4 минутта піседі, қызарғанша пісіреміз. Мінекей бірінші қабат бисквитіміз дайын болды, өте жұмсақ болып шықты. Дәл солай екінші қабат бисквитімізді пісіріп аламыз. Кремді өз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Мен сливкимен жасаймын. Сливкиді қою болғанша взбивать етемін. Ал пирогымызды жинауға кірісейік. Бірінші қабат бисквитімізді формаға салып, оның үстінен крем жағып шығамыз. Прослойкаға кез келген жеміс-жидек салсаңыз болады. Мен банан саламын. Екінші қабат бисквитті видеода көрсетілгендей орнатамыз. Оның үстінен де кремімізді жағып, тегістеп шығамыз. Одан кейін холодильникке 20 минутқа жібереміз. Үстінен кез келген декор жасасаңыз болады. Мен осылай печеньені үгітіп, сеуіп шықтым және киви мен шоколадты қойып шықтым. Міне біздің пирогымыз 30 минутта дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Өте тез және оңай рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіз. Келесі кездескенше.